Екі тарелке күріш, сосын? Үш. Сосын тофу қосылған Ал өлекшін ашшы кеспе көже еді. Тұздығын көбірек қосын ба? Тұздығын бөлек әкелсін. Бөлек әкелсін. Алға, Айдахар! Керемет! Алға, қорғаны! Алға, Айдахар! Алға! Алға! Біздің мақтаншымыз! Бәріңде мен сияқты тұрсыңдар ғой, е? Жерге түскен сайын осылай істемесек болмай ма? Жоға, әсер қалдыра білу үлкен өнер ғой. Кезінде табалдырықтан аттай сала бәрін мойындатқан шеберлер болған. Я жарайсың. Шефі ұстаз? Айдахар жауынгер, дұрыс айтасың. Не дейсіз? Мен негізі жалпы бәрін білем ғой. Дұшпаныңды білекпен емес, біліммен бағындыра білу керек. Ал мына көрініс сен үшін. Вау, мәссіған, не деген ғажап. Бұл сонда ненің құрметіне? Бүгін менің соңғы сабағым. Қойыңызшы, мен сіздің науқас екеніңізді білмедім ғой. Түріңіз аздап босап тұрған сияқты. Жоқ, сырқаттанамамын. Бәсе, сапсаусыз ғой. Енді ертеңнен бастап сендерді Айдахар жауынгер жаттықтыратын болады. Не? Менен көрі өлекшін дұрыс еді ғой деп ойлайым. Ақыл айтқанда алдынан жан салмайды ғой. Жетер по. Не айттым ғой? Сен Айдахар жауынгерсің ғой, іске сәт. Өзіңіз ойлап қараңызшы, мен бұларға не үйретем? Олардың әлі үйренері көп, білім ешқашан көпті кетпейді. Мәселен, қазір мен саған бір тәсіл көрсетем. Әсер ету, тайып тұру. Анау не? Саған! Не деген шеберлік? Қайда кетті? Қайда кетіп қалды? Ұстаз. Ол кетіп қалды, еркін тұра беріңдер, болды. Біз сіздің бұйрығыңызды күтіп тұрмыз. Енді бізді жерге қаратпа. Қорықпа, үйреніп кетесің. Қорқам! Қандай қорқынышты! Енді орын ауыстырыңдар. Мешін орнында тік тұр. Құп болады, ұстаз! Құп болады! Жоға, өлекшін, құйындай құйғыт! Жарайды, ұстаз. Байқа! От! Кешір, байқамай қалдым. Тырна жоғары көтеріл. Ай! Мені мышып жібердің ғой! Сыржыла мен өлекшін! Тоқтамаңдар! Тез қимылдаңдар! Екеуің мына сар күртеше киген жыбырлақ жәндіктердің көзін түгел құртыңдар. Ғафу өтінем, кешіріңдер. Жарайсың по. Бүгін жаңа бірдеңе үйрендіңдер ме өзі? По, сен енді сабақ бермей-ақ қой. Өлекшін қол аяғын ауыртып алды. Iya, масқара болды. Қолынан түк келмейді екен. Жұртқа күлкі болды. Шифу да ойланбайды екен. Үгібайдың ізбасары болды деме? Бізді естіп қойған сияқты. Жоқ, мен ештеңе естігем жоқ. Ол сен ақымақ деді. Кешіріңіз мен, Угвей. Зәремді алдыңыз ғой. Бірінші сабағың қалай өтті? Масқара болдым. Естідім. Кім айтты? Өлекшін бе? Мешін, Тырна, Дәуіт, Пиң мырза, сыйлықтар дүкеніндегі Чоун ханым, әлгі үйректер сосын өлекшінде айтты. Олай болса, менің осымен доғаратынды да естіген шығар.